Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен зады бүгін кеспе дайындаймыз. Ол үшін бізге ет қажет. Менде бір келі қойдың еті, ал сіздер үйде қандай ет бар, соны алуыңызға болады. Бір келі болмаса, одан да аз болады. 2 жұмыртқа, тұз, 2 чеснок, 2 пияз, бір үлкен немесе 2 кішкене сәбіз, 2 орташа картофель, 2-3 тал көк пияз қажет. Ең әуелі етті жақсылап жуып, бір пияз бен сәбізді қосып, кастрюляға салып, асып қоямыз. Одан кейін қамыр илеуге кірісеміз. 2 жұмыртқаны кесеге шағып, үстіне 1 шымшым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үлкен ыдысқа құйып, аздап еленген ұн салып, қамыр илейміз. 2 жұмыртқаға керегінше ұн салып, тым тығыз, немесе тым жұмсақ болмайтындай етіп илеп, целлофан мешочекке немесе пищевая пленкаға салып, 20-30 минутқа тұндырып қоямыз. Жиырма 30 минут өткеннен кейін қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды еттің нанындай етіп, тым қалың, немесе тым жұқа болып кетпейтіндей етіп, жайып кептіріп қоямыз. Осы столдың үстіне. Осы нанды астын үстіне қаратып, үстін астына қаратып, 2 жағын да біркелкі етіп кептіреміз. Ет бір қайнаған соң, бетіндегі көбігін алып, дәміне қарай тұз салып, отын азайтып қоямыз. Енді кепкен нанымызды 4-ке бөліп, бір бөлігін видеодағыдай орап, асықпай, жіңішке етіп кесеміз. Енді бір-біріне жабыспайтындай етіп, кесілген кеспе кішкене себелеп, столдың шетіне алып қоямыз. Дәл осылай барлық бөліктерін асықпай, жіңішкелеп кесіп шығамыз. Бәрін кесіп болғаннан кейін, осылай себелеп, бір-бірінен ажыратып, столдың үстіне біркелкі етіп, жайып, кептіріп қоямыз. Енді көкөніске кірісеміз. Көкөністі жуып, тазалап, майдалап тураймыз. Ең әуелі пиязды турап аламыз. Одан кейін чеснокты тазалаймыз, турап аламыз. Чеснокты турап болғаннан кейін, сәбізді турауға кірісеміз. Егер сіздің сәбізіңіз менің сәбізімдей үлкен болса, оның жартысы жеткілікті. Енді тігінен
кесеміз. Одан көлденеңінен соломка етіп майдалап турап шығамыз. Сәбізді турап болғаннан кейін картофельді 4-ке бөліп, оны да майдалап тураймыз. Енді екі сағаттай қайнаған етті бір ыдысқа сүзіп аламыз. Сорпаның ішіндегі пияз бен сәбізді алып тастаймыз. Енді оның қажеті жоқ бізге. Сөйтіп, сорпасы аз болса кішкене шәйнектегі қайнап тұрған судан құйып, дәміне қарай тұзын салып, специяларыңызды салып, ұнататын, бірақ лавровый лист салмаңыз. Отын көбейтіп, көкөністерді саламыз. Қақпағын жауып 1-2 минут қайнағаннан кейін үстіне біртіндеп кеспені себелеп салып шығамыз. Суыған етті іржектеу етіп турап аламыз, сүйегінен ажыратып. Енді кеспе 1-2 минут қайнағаннан кейін туралған етімізді саламыз. Одан кейін 1-2 минут қайнатып аламыз. Кеспеміз дайын. Ас болсын.